Есірткіні қолданудың алдын алу жасөспірімдер мен жастарды қорғаудың ең тиімді әдісі. Есірткіні тұтынатын адамдар тұрақты интоксикацияның салдары болып табылатын ауыр аурулардың асқынуларынан ғана емес. Сонымен қатар есірткінің артық дозалануынан, мас күйіндегі жазатайым оқиғалардан, абстиненциядан туындаған ауыр депрессия шабуылындағы суицидтен де өледі. Нашақорлар лас шприцтерді қолдану кезінде қанмен уланудан, қан тамырларының тромбозынан, ВИЧ инфекциясынан, Б және С вирустық гепатиттерінен қайтыс болады. Бастапқы алдын алу, салауатты өмір салтын белсенді насихаттау, жасөспірімдер мен жастарды психоактивті заттардан бас тарту рухында тәрбиелеу, қоғамның санитарлық гигиеналық мәдениетін қалыптастыру, ғаламторда, әлеуметтік желілерді және басқа да онлайн платформаларда, оның ішінде мақсатты нығайту бағдарламаларын пайдалану арқылы отбасылар мен қауымдастықтарды қоса әртүрлі контекстердегі бірқатар шараларды пайдалану. Біздің таңдауымыз салауатты өмір салты.